Аштық құрбаны. Үйге келгенде көз жасым мен омырауым сауыс-сауыс болған екен. Қан жауған қара күннің ол басы ғана болды. Қайғылы тұрмыс сонан былай басталды. Біз де сендердің күніңе ұшырадық. Бірнеше күндей нәр татпай аштан өлуге жеттік. Әкем неше рет қайыр сұрайын десе де, аштан өлсек те қайыр сұрама деп, анам екеуміз көнбедік. Бізден бетер таңсықтың ашыққаны батты, сап-сары болып қатып, құр сүйегі қалды. Өлетін болдық, өлеміз ғой дедік. Өлім ауызға жеңіл болғанмен, өлу оңай көрінбейді. Бірер адам жанын қиып өліп те кетті. Бірақ үй ішімен өлу өте қиын екен. Өз басыма өлім тілесем де, әке-шешеме, жалғыз інім таңсыққа өлім тілей алмадым. Өлім тілемек түгілі, солардың өлімнен құтылғанын көрсем, арманым болмас дегенге келдім. Мен басымды құрбан етіп, әке-шешемді өлімнен құтқардым. Тілеумағамбетті білесің ғой, әй тұқымы құрғыр ғой, ұялмай қызармай мені тоқалдыққа алдау. Не айтайын, мен бай іздеп тиіппін бе? Амалым жоғынан көндім ғой. Тілеумағамбет уәдесін орындамады. Тілеумағамбет әке-шешемді қыстан асырап шықпақшы еді. Жаз болса, әке-шешем өз бетімен тырбанып, өлмес қамын істер деп ойлаушы едім. Солай ет деп әкеме айттым да, бірақ бұған Тілеумағамбет керте болды. Қыстай тамағымды жедіңдер, енді соны өтейсіңдер деді ғой малғұн. Мен өз бетіммен тиген болдым да қалдым. Әкем қой бақты, шешем отын жағып күлін шығарды. Таңсықты бұзаудың соңына салды. Қаныш бәйбіше жыландай ысқырып, тұқымы жарымаған қаңғырған деп сөккенде адамның сай сүйегін сырқырататын болды. Қарсы келер дәрмен жоқ. Бар білетініміз, кешке жақын қара үйге бас қосып, үн шығармай ғана жылайтынбыз. Ыстық жас көңілдің шерін ірітіп, жуып азырақ босатқандай болды. Бірақ талпынса, ұмтылса қандай бұғауды да үзуге болады екен. Мен тәжірибемнен көрдім. Май айының іші болатын. Үлкен үйде әйелдер жиналып, құлынға ноқта есіп отыр едік. Есіктен бір-екі жігіт кіріп келді. Аққұба келген, ұзын бойлы жігіт. Жаңа тап беріп шығып келе жатқан мұрты бар. Үстіндегі киімі орысша, шашы бұрқырап, самайынан шығып тұр. Мен бір көргеннен сол жігіттен көз ала алмадым. Неге екен білмеймін, қарағым келді де тұрды. Содан бір нәрсе күтетін сияқтандым. Ауыр жараға жол іздегендей сияқтандым. Үйге кісі келсе, әсіресе төрелердің біреуі келсе, бай да, бәйбіше де мені үлкен үйге жолатпайды. Жұмысым болып кіре қалсам, шық-шықтың астына алып, декпірімді жаңылтады. Мен мұның себебін баста сезбесем де, арт жағынан ойланайын дедім. Апырау, неге мені қуады? Келіп отырған төреге бір нәрсе айтып қояды деп ойлайды-ау. Ойлана келе, төреге айтып көргенім теріс болмас дедім. Бай мен бәйбіше бұл жолы бұрынғысын істеді. Мені шық-шықтың астына алды. Бірақ мен қасарысып отырып алдым. Төре бірдеме айтар ма екен деп қарап едім. Ол елемеген адам секілденіп отыра берді. Бәйбіше жанымды сығып бара жатыр. Ашуым келіп, аузыма не түскен білмеймін, сөйлей бердім. Сіз төре боласыз ба дедім. Онда нең бар? Деп бай мен бәйбіше шап ете қалды. Төре жігіттің құлағы елеңдейін деді. Біресе байға, біресе бәйбішеге, біресе маған қарады. Төре болсаңыз, айтатын арызым бар еді деп едім. Онша үлкен төрелігім жоқ.
Әйтсе де айтып көріңіз деп күлімсіреді. Менің арыз айтуға ыңғайланғанымды сезді. Бай ашуына мінді. Шық, иттің баласы, шық дегенсің шық деп таяғына жармасты. Арызым бар, өлтірсең де шықпаймын деп айттым. Ала таяғымен маған қарай жүгіре келді. Таяққа үйренген ет. Қаяқтан арқамды соғады екен деп бүрісіп тұрдым. Ащы етіме таяқ қашан тигенше жаным шық болды. Дауыс тына қалғанда жалт қарасам, ойпырмай, мұндай қуанбаспын. Әлгі төрем сұқ қолдан мылтығын байдың төсіне қадап тұр екен. Бай сұп-сұр, өңі қашып кеткен, таяғы жерде жатыр. Аузын ашып, сұрланып бәйбіше отыр. Айт мұңыңды, деді төре. Іште жатқан шерді тасыған судай ағыттым. Өз басыма не болса да көндім. Әке шешемді осы жауыздардың тырнағынан құтқарсаң екен дедім. Олар да құтылады, өзің де құтыласың. Кедей еңбегін пайдалану, әйелді мал орнына санауға бұл кезде ешкімнің құқығы жоқ деді. Кеңес заңы ондайды тұп тамырымен қырып жояды деді. Өзің сүйгеніңе қосыласың. Әке шешең 2 жылғы еңбегін сот арқылы толық өндіріп алады деді. Төре дегенім уездік оқу бөлімінің бастығы екен. Бізді арабасына салып қалаға алып келді. 2 бөлмелі пәтер екен. 1 бөлмесін бізге босатып берді. Әуелгі қарқында бірер айдың ішінде әке шешемнің байдағы еңбегін әперіп, бізді жақын жердегі бір ауылға шығармақшы еді. Бірақ іс созылып кетті. Соттың шақырғанына бай келмейтін болды. Толып жатқан куә шықты. Жұртта бет жоқ қой. Бәрінің ойы байды арашалау еді. Әке шешемнің менің еңбегімді желге ұшыру болды. Төренің аты Қасен еді. 3 айдай қолында тұрдық. Шығынының бәрін соның мойнында болды. Қиын болды. Аядық, бірақ қолдан келер еш нәрсе болмады. Байдан еңбекті өндіріп алсақ, Қасекеннің шығынын толығымен қайтарамыз деп өзімізге серт бердік. Кеш еді. Азырақ жаңбыр сіркіреп тұрған. Терезеден қарап елді, ен даланы көз алдымен елестетіп, терең ойға шомып тұрғам. Дәмеш, бері келіп кетесің бе, деді біреу. Бұл кім деп бұрылсам, көрші бөлменің есігін ашып, күлімсіреп тұрған Қасен екен. Әлденеге жүрегім алқынайын деді. Қасен күлімсіреп жаймен ғана сөйледі. Күз болды. Мектеп ашылып жатыр. Балалар оқуға алынып жатыр. Таңсықты мектепке кіргізіңдер деді. Жаман қуандым. Рахмет деп айта беріппін. Қасен бетіме қарап күлімсіреді де, әлде өзіңде оқисың ба деді. Оқимын десең, мектепке кіргізуге болады. Өзіңдей әйелдің оқып жүргендері толып жатыр. Сен әлі жассың ғой. Менің тілімді алсаң, мектепке кір, оқы. Мектепке кіргізу міндетін өзім алайын деді. Қасен не айтса да теріс дейтін ойым жоқ. Өйткені Қасеннің теріс сөзін айтпайтынын білем. Бізге қастың ойламайтынын да білем. Жалғасы келесі бөлімде. Каналым ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.